Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Отыра қойыңдар. Бүгінгі сабаққа көңіл күйдерің қалай? Жақсы. Дайынсыңдар ма сабаққа? Иә. Дайынбыз. Ал енді балалар, біз сабағымызды басламай тұрып, бірінші топқа бөлініп алайық. Орындықтарыңыздың артыңызда екі түске боялған түстер бар. Жасыл түс пен қызыл түс. Соны алыңыздар. Енді топқа бөліңіздер. Жасыл түстер мына топқа келіп отырыңыздар бірінші топқа. Қызыл түстер мына жерге келіп отырыңыздар. Енді қолдарыңызда қандай сөз шықты, қандай әріптер шықты, соны жинақтаңыздар, сол тақтаның бетіне қойып. Сіздерде шарт деген сөз шықты. Топтарыңыздың аты шарт деп аталады. Екінші топта қандай сөз шықты? Формат тобы. Сіздердің топтарыңыздың аты, яғни формат тобы. Екі топқа біз не қылдық? Бөліндік. Енді ары балалар, қазір сіздерге мен конвертті беремін. Осы конверт арқылы қазақтың жақсы әуенімен біз үй тапсырмасын сұраймыз. Музыка қойған кезде айналдырасыңдар, бір-бірлерге беріп хаттарыңды. Сол кезде кімге тоқталады, сол адам үйге берілген сұрақтарға жауап береді. Қазір мен сіздерге қойып беремін. Бірінші формат тобынан бастайық. Хатты бір-бірге қолдарыңызға бересіздер. Арғына оқу сұрағым. Қараптың түсін қалай өзгертуге болады? Ең алдымен қарап түсін өзгертетін ұяшықты таңдап, негізгі тіркемесіндегі шрифт командасын таңдаймыз. Ал одан кейін түс бөлімінен қажетті түсті таңдап. Жарайды, отыра қой. Келесі. Аружан. Оқу ғой сұрағымда. Кесте шекарасын қалай қояды? Ұяшықты таңдау, негізгі шекаралар тізімді ашып, қажетті шекаралар стилін таңдау. Дұрыс, отыра қой. Енді келесі шарт тобына беріледі. Қазір тезірек конвертімізді таратамыз біртіндеп. Айналдырып өтеміз бір-бірімізге. Маған жобаның қиылысы не деп айтады? Ұяшықтарды таңдап, набор значков белгілер жиынтығын бөлімде ұяшықтарға белгілеп қою үдісін айтамыз. Дұрыс, отыра. Келесі. Айзат. Сұрағым болу ғой, Айзат. Кесте неден құралады? Кесте бағандар мен жолдардан құралады. Бағандар мен жолдардан құралады. Енді осы екі топ бір-бірлерге үй тапсырмасын бағалап беріңдер. Шыққаны шарт тобы. Біздің қарсы формат тобы, ол үй тапсырмасын өте жақсы дайындалып келген. Себебі олар қарттың түсін қалай өзгертуге болатынын, кесте шекарасын қалай қоятынын, кесте неден құралатынын толықтай бізге түсіндіріп берді. Жарайды. Аружан. Шарт тобы үй тапсырмасына жақсы дайындалған. Олар көптеген мағлұматтарды бізге жақсы жеткізді. Отыра ғой, дұрыс. Ал енді балалар, жаңа сабақты ашпас бұрын біз сіздерге мынандай бір кестені көрсеттім. Көріңдерші ме кестені? Осы кесте арқылы біз сабағымыздың тақырыбын ашамыз. Бұл жерде не көріп тұрсыңдар балалар? Бағандар, кесте. Сонымен біздің сабағымыздың тақырыбы шартты форматтау. Шартты форматтау сабағымыздың тақырыбы. Енді сабақтың мақсаты
кестелерде шартты форматтауды қолдану. Так, енді Абылжан оқыңғош тақтадамын. Шартты форматтау – бұл электрондық кестедегі тиімді форматтау құралдарының бірі. Ол ұяшықтарды құрамына қарай автоматты және таңдамалы түрде форматтауды жүргізеді. Түрлі ұяшықтағы мәндерді салыстырып, деректі талдау жиі кездеседі. Бұл жағдайда ұяшықтарды белгілі бір анықталған өлшемді қанағаттандыратындай етіп ерекшелеп бөліп алған ыңғайлы. Дұрыс. Енді сіздерге қазір мен видеоролик көрсетемін. Тақтаға қараймыз. Тақтада бізде не жазылған? Қана? Айса тоқы қойшы. Рая, мұқы қойшы тақтадамын. Бұл соруды жауап шығу керек, ұяшыққа қою керек. Формула жолынан Fx кнопкасын басу керек. Ары қарай, алдына. Ашылған мастер терезесіне если функциясын алу керек. Төменгі жадында функцияның қызметі жазылып тұрады. Функция қызметі қандай да бір шарт орындалуын тексереді. Егер орындалған жағдайда бір мән формуласында орындалмаса екінші мән шығады. Жеті. Ашылған терезеде лог выражение жолына бірінші шартымызды жазамыз. Значение если истине жолына егер осы шарт орындалса қандай сөз шығуы керектігін жазамыз. Керектігін жазамыз. Ал енді балалар, осы жерде қазір біз не түсіндік? Мейлашына бұл әдісін біз қолданамыз. Қазір осы жерде дәптерлеріңе сұрақтарды жазыңдар. Дәптерлеріңе жазып алыңдар. Қазір көрсеткен видеороликтен не түсіндіңдер, не білдіңдер? Сол туралы жазып кетіңдер. Раян, шарт тобынан тұра қойшы, электронды кестеге қандай мәліметтерді енгізуге болады? Электронды кестеге бағандар мен жолдарды енгізуге болады. Бағандар мен жолдарды енгізуге болады. Формат тобынан мәліметтер дұрыс енгізілмесе, не істеуге болады? Соңғы пайдаланған 10 функция тізімінде керек функция болмаса, іздеу функциясының жолына тұрып, функцияның атын жазып, табу кнопкасын басу арқылы табуға болады. Дұрыс отырамын. Енді бала бір-біріміз сіз бағалап кетейікші, Ринат, шарт тобынан. Шарт тобы өте жақсы дайындалған олар барлық жауаптарға дұрыс жауап берді. Енді, Ринат. Біздің қасыз команда, яғни формат тобы өте тыңғылықты жауап берді. Себебі олар үйге берген тапсырмалардың көп жауаптарын және мәліметтерін біледі. Енді балалар, мына жерде келесі параграфты ашыңдар, шартты форматтау 70-ші бетте. Ал енді бала осы тапсырманы қазір тезірек оқып, ортада не түсінгендер, соны талқылаймыз жүксу әдісіменен. Қазір сіздерге 5 минут уақыт беріледі, соны тезірек оқып, не түсінгендеріңізді айтасыздар. Кітаптарыңызды алып, 70-ші бетті ашып оқушыларыңызды.
дайын болған топ шапалақтап кім бірінші болғанын белгі бересіздер. Так, бұл тоқтаймыз балалар. Кәнеге. Так, бұл жерде бірінші топ шарт тобы дайын болды. Бұл жерде кім сөйлейді? Қолдарын көтереміз, Нұржас сөйлейді. Шартты форматтау дейміз. Бұл шарттардың кестедегі тиімді форматтаудың түрі болып есептеледі. Дұрыс. Так, кім айтады? Нұржас. Нұрай Нұржас. Ол ұяшықтардың құрамдарына қарай бөлінеді. Бақадыр. Шартты форматтау құралдары қандай деген сұраққа мен жауап бере алдым. Ол условное форматирование, таблицу стиль ящик деген жауап. Да, екінші форматтау бар. Так, Ринат айтып ғой. Шартты форматтауды білу үшін олардың кіші үлкен сандарын білу керек. Алма. Борис Машков командасын құрғанда сандық деректер енгізіледі. Ұяшықта бағытты әртүрлі бағыттарда шығады. Дұрыс. Қалжан. Шартты форматтау бұл электрондық кестедегі форматтау құралдарының бірі. Бұл әрекеттерді орындау үшін бүтін 15 ұяшықтар диапазонда ерекшелеп аламыз. Енді балалар, түсіндіңдер ғой, шартты форматтау дегеніміз не болды сонымен? Бақадыр айтыңызшы. Шартты форматтау бұл электрондық кестедегі тиімді форматтаудың құралдарының бірі болып табылады. Ол ұяшықтарды құрамына қарай автоматты және таңдамалы түрде екіге бөледі. Дұрыс отырған. Енді балалар, келесі тапсырма дейді. Бұл жерде алдарыңызда жеке тапсырма. Алдарыңызда мынандай парақша жатыр. Сол парақшаға сіздер бүгінгі сабақтан не түсіндіңіздер? Сұраққа жауап бересіздер. Сұрақтарды алыңыздар. Осы сұрақты алып, ішіне жауаптарын жазып шығасыздар. Ручкамен жазамыз. Бірінші сұрақ, шартты форматтау дегеніміз не? Шартты форматтау дейміз. Бұл айтпаймыз, тыныш отырып соны жазамыз. Жылдамдатыңыздар. Балалар, болдыңыздар ма? Кім жауап береді бірінші сұраққа? Нұржас айта ғой. Бұл электрондық шартты форматтау дегеніміз не? Бұл электрондық кестедегі тиімді форматтау құралдарының бірі. Екінші сұраққа кім жауап береді? Айзат. Шартты форматтау құрал-саймандары қандай бөлімдерден тұрады? Условия форматирования, форматировать таблицу, стиль ячейки. Үшінші сұрақ, Бақадыр. Шартты форматтау бөлімінде
ережелерді қою әдісін түсіндіріп берді. Набор значков командасын таңдаған сандық деректер енгізіледі. Яшықта бағытты әртүрлі бағыттаушылар шығады. Дұрыс отырауы. Формат тобынан кім шығады бірінші сұраққа? Толуға хан айта ғой. Шартты форматтау бұл электрондық кестедегі тиімді форматтау құралдарының бірі. Екінші сұраққа Ренат. Шартты форматтау құрал сайман қандай бөліктерден тұрады? Условная форматирование, форматтау таблицасы, стиль ящик. Дұрыс. Үшінші сұрақ. Шартта форматтау бөліміндегі қандай қызмет түрлері бар және олардың қызметтері қалай сипатталады? Правило выделения, ячейк, гистограмма, цветовая шкала, алғашқы және соңғы мәндері. Дұрыс отырауы. Төртінші сұраққа Аружан. Набор значков бөлімінде яшықтарға белгішелерді қою әдісін түсіндіріп берді. Набор значков командасын таңдағанда сандық деректер енгізіледі. Яшықта бағытты әртүрлі бағыттаушылар шығады. Отырауға. Балалар енді қазір бір-біріміз тез бағалап кетейікші. Формат тобы олар өздерінің білімдерін жақсы көрсетті. Себебі олар барлық сұрақтарға дұрыс жауап берді. Нақты айтып кетсең, кім бұл жерде жақсы жауап берген? Аружан, Дулға, Аруна. Отырауы. Енді формат тобынан, шарт тобынан бағалап жіберіңіздер. Шарт тобы өте жақсы, бүгінгі сабақта өте жақсы нәтиже көрсетті. Себебі олар үй тапсырмасында, осы 4 тапсырмада жақсы жауаптармен байқалды. Отырауы Аружан. Енді сіздердің алдарыңызда тағы да бір тапсырма бар. Бұл тапсырманы біз білімлі ресурсынан алып, дұрыс және бұрыс жерін белгілеп шығамыз. Тез ғана бір көзмен жүгіртіп, орын-орнына қойып шығамыз. Қайсы бұрыс, қайсы дұрыс деген. Кәнеке форматолы дайын ғой деймін. Балам, қолымызды көтереміз. Бұл жерде, қазір мен бұл жерден ашып өтемін. Білім ғой ресурсына қазір. Бұл жерде қайсы дұрыс, қайсы бұрыс тексеріп өтеміз, бірінші сұрақ. Excel электрондық кестесінің деректеріне енгізу үшін жұмыс кітапшасын ашу қажет емес. Дұрыс. Дұрыс. Так. Бұл қазір формат тобынан сұраймыз, келесі сіздерден сұраймыз. Excel электрондық кестесіне деректерді енгізу үшін жұмыс кітапшасын ашу қажет. Дұрыс. Дұрыс. Аружан. Айзат деген. әдет бойынша жаңа жұмыс кітабын ашқанда терілген мәтіні болады. Бұрыс. Бұрыс дейді. Нұржас Нұрай. Әдеткі бойынша жаңа жұмыс кітабын ашқанда терілген мәтіні болады. Бұрыс. Келесі. Электрондық кесте бір немесе көптеген жұмыс кітаптарынан тұрады. Бұрыс. Бұрыс. Дұлға. Жұмыс кітабы бірнеше беттерден тұрады. Дұрыс. Дұрыс. Енді қазір балалардан тақтаға қараймыз. Бұны тексеріп өтейік. Яғни дұрыс па, бұрыс па, анық жауабын көреміз. Жауабымыз дұрыс болып шықты, Енді екінші тапсырманы ашамыз. Берілген қағаздарымызды алдыңызға осыған тез орындарға қойып шығамыз сөздерін.
тобы. Дайынсыздар ма? Айта қой. Деректерді электрондық кестеге енгізу 3 қадамнан тұратын процесс. Біреуін айтамыз, біріншісін, екіншісін. Excel бағдарламасына мазмұнды редакциялау келгенде ағымдағы мазмұнды толығымен ауыстыру немесе жай ғана өзгертуді қалайтыныңызға байланысты түрлі таңдаулар болады. Яғни бұл жерде дұрыс жауап редакциялау. Так, Нуга. таңдалған ұяшықты өзгерту үшін пернетақтадағы екі каптемесі басыңыз. Это екі. Таңдалған ұяшықты өзгерту үшін 2 рет басыңыз. Так, келесі. Excel бағдарламасының пайдалы мүмкіндіктерінің бірі сандар мен күндерді түрлі әдістермен форматтау болып табылады. Енді балалар дұрыс жауабын көрейікші. Біріншісі не дедік? 3. Екінші Екіншісі 2 рет деген сөзді жазамыз. Ең соңғысы форматтауды. Енді қазір осыны тексереміз балалар. Мұқият қараймыз тақтаға. Бәрекелді дейді, сіз дұрыс жауап бердіңіздер дейді. Жарайсыңдар балалар. Енді бұл жерде кәдімгі бір-біріміз тағы да бағалай етейік. Нұржас. Форматтау тобы дәл осы жұмыстарға өте жақсы жауап берді. Олар оның ішінде Дулға мен Аруна және Бағлан. Бағлан. Шарт тобында да балалар жақсы жауап берді. Бәрінаға белсенді қатысып отты. Мен олардың жақсы Жауап берді. Жауап берді. Енді балалар алдарыңызда А4 қағаз жатыр, А4 қағаз. Осыған тақтаға қараңыздар, шыны неге ұқсас өзі? Миға ұқсас, иә? Осы жерде қазір біз осы әдісті қолдана отырып, мидың суретін саламыз. Бұл мидың суреті неге салынады? Қалай ойлайсыңдар? Жоқ. Сіздер не білдіңіздер бүгін сабақтан? Қандай әсер алдыңыздар? Сабақта түсіндіңіздер ма? Сол туралы мына жерге өздеріңіз не білесіздер, не түсіндіңіздер? Сол туралы мына жерге сызып, түстерге бояйсыздар. Мидың суретін әдемілеп саламыз. Қанеке балалар жылғандарыңыздар, қазір қоңырау болады. Айжан, сен бүгінгі сабақтан қандай әсер алдың? Мен бұл сабақта шарттық форматтау жайлы өте көп мағлұмат білдім және де бұл сабақ өте қызықты өтті. Бізге келген қызықты сұрақтармен біз өзімізді тыңдап әрі көп нәрсе білуге мүмкіндік алдық. Мен өз басым бүгінгі сабақта көп нәрселерді толықтырып айтып кеткен болсам, шартты форматтау туралы, формат деген не, қаріптің түсін қалай өзгертуге болады, тағы да басқа сұрақтарға өте белсенді қатысып, және де өзіме күшті әсер алдым. Алжан. Мен бұл сабақта шартты форматтауды түсіндім. Бұл сабақ өте қызықты өтті. Осының ішіндегі үй жұмысын әсіресе тапсырмаларды жақсы ұқтым. Және осы сабаққа белсенді Мен бүгінгі сабақта керемет түсіндім деп ойлаймын, себебі мен сабақта көптеген мәліметтер білдім, және мен бүгінгі сабақта керемет жасадым. Отыра ойна. Енді балалар келесі үйдің тапсырмасын жазып алыңыздар. Келесі тақырыпқа шолу жасап келесіздер. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.